Облыс полиция қызметкерлері су тасқыны кесірінен су басқан елді мекендер бойындағы патрульдеу жұмыстарды жалғастыруда. Жол патрульдік полиция қызметкерлерінің алдына қойылған басты мақсаты қоғамдық тәртіпті сақтау, жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету мен табиғи апатқа байланысты оқыс оқиғалардың алдын алу болып табылады. Петропавл қаласында бүгінде бірнеше жол тораптарын су басып, бұл бағыттарда қозғалыс шектелген. Олардың бірі Заречный кентіне кіреберістегі жол. Мұндағы кезекшілік атқаратын жергілікті полиция қызметінің қызметкерлері қоғамдық тәртіптің сақталуын қамтамасыз етіп қана қоймай, тұрғындарды судан өткізіп үйлеріне жеткізуге көмек қолын беруде. Осы мақсатта кезекшілік атқаратын қызметкерлерден бөлек полиция қызметкерлерінің автобусы да тәулік бойы кезекшілік атқарады. Су тасқынының болуына байланысты Заречный кентінің ішінде жергілікті полиция қызметкерлері қызмет етеді. Олардың қызметіне алтын наряд қойылды. Бұл алтын наряд Заречный кентінің ішінде қоғамдық қауіпсіздікті және жол қауіпсіздігін байқайды. Жол қозғалысы сондай-ақ бөгетпен қаладан айналып шығу бағытында да қиындаған. Ал 20-шы ықшам ауданының шыға берісінде Заречный кентінің тұрғындарына арналған автотұрақ ұйымдастырылды. Мұнда жүргізушілер өздерінің көліктерін қалдырып, ары қарай жаяу көпір арқылы Заречныйға өте алады. Жол патрульдік полиция қызметкерлері бұл жерде де қоғамдық тәртіптің сақталуын қадағалауда. Полицейские дежурят вообще прекрасно. Бәрі жақсы, табиғаттың ісіне амал не? Егер табиғат бізге көп су беріп жатса, оны біз қабылдай алуымыз керек. Ал жалпы бөгеттегі жүргізіліп жатқан жұмыстарға көңілім толады. Күнделікті күзетіледі, ал полиция қызметкерлері болса тіпті жарады. Айналаны қадағалап, үнемі кезекшілікте. Саяжай учаскелеріне апаратын жолдағы шектеу қою су тартылғанға дейін созылады. Ал жолдың ашылуы туралы ақпаратты төтенше қызметтің 112 немесе жергілікті полиция қызметінің 61 25 01 телефон нөмірлері арқылы ала аласыздар.